Мен бүгін сіздерге нан салма істеп көрсетемін. Бірінші етін саламыз. Енді дұрыс саламыз. Енді салманың нанын илейміз. Бұл салмаға екі түрлі ұн саламын. Бірінші сорты, сосын екінші сорты. Бұрын осы салманы қара ұнмен жасайтын. Міне жұмыртқа қосамын. Жылы су, ішіне тұз қосылған. Салманың неше түрлісі болады. Салмамыз кәдімгі суп қой енді, суп. Сол салманы етпен істейді. Май салма деген болады, қара салма деген болады. Сүт салма жасайды сүтпен балаларға. Мен сіздерге мінекей нан салма істейін деп жатырмын. Міне нанымыз болды. Бір 15-20 минутқа қоям. Иіғанғаннан кейін бұны ысамыз. Етіміз пісті. Енді түсіріп аламыз. Міне нанымыздың иіқанды. Енді бұны ысамыз. Осылай бұрын үлкен қып кесетін осындай. Сондай қып кесіп жатыр. Бұны нан салма дейді, картоп салмайды. Міне нанымызды кесіп болдық. Енді қазір салмаға саламыз. Міне наны қайнады, уже пісті. Мінекей салмамыз дайын болды. О, күшті, дәмді. Осылай істеңіздер, жеңіл, әдемі. Міне сорпасы да қою болады. Қолданысқан салманың наны қою болады. Бала кезім ойыма түсіп отыр.